тойларыңыз той қылсын. Рахмет. Көп рахмет. Бір сәт енді кезекті әнге берсек демекпіз. Бүгінгі біздің тойымыз Дударай әнінсіз өтуі мүмкін емес. Ендеше алдарыңызда Дударай әнімен өздеріңіздің балаларыңыз бүгінгі күні Астана қаласы филармониясының әншісі Шабыт республикалық конкурсының бас бәйгесін жеңіп алған балаларыңыз Данияр Рахметталұлы Мұқановты шақырамыз. Жагур деген орыс қызы 16-17-ге келген кезі қазақта дудар дегені ғашық болып сондағы Мәриямның айтқан сөзі sen үшін тоудым, шіркін ай дудар дудам ай. Кәмшат бөрік жарасып жүр, дудар ай келер болсаң тезірек кел, орныңа өңкейе жаман таласып жүр. Дудар аридудым, бір sen үшін тудым, шіркін ай дудар аридудым ай. Дудар аридудым, бір sen үшін тудым, шіркін ай дудар аридудым ай. Ауылым Бөдебайдың қырқасында, кейде қар, кейде жаңбыр бұрқасын ба. Мойның ақ білекті арта салсам, дударай, затыр істеп қорқасың ба. Дудар аридудым, бір sen үшін тудым, шіркін ай дудар аридудым ай. Дудар аридудым, бір sen үшін тудым, шіркін ай дудар аридудым ай. Бұл кісілер бүгінде елордасы Астанада қызмет етіп жүрген азаматтар. Ендеше бүгінгі тойымыздың қадірлі қонақтары Жанаханов Қайсар Қадырұлы мен Жұмағұлов Марат Исабайұлына сөз кезегін беруге рұқсат етіңіздер. Дөңгел шапалақ, құрметті қонақтар, біздің қадірлі қонақтарымыздар. Қадірменді қауым, мына ағаларымыздың сөздерін тыңдап, бір-ақ нәрсе түйіндеуге болады. Қазақтың жері болса, осындай өркендеу жері болсын дегім келеді. Алаштың ері болса, осындай тойды ұйымдастырған, көтеріп отқан өркендеудің ер азаматтардай болсын деп айтқым келеді. Қазақтың жері болса, осы өркендеудің жері болсын. Той құтты болсын, бәрі ұзағынан болсын. Құрметті ағайын туыстар, бүгінгі мынау 80 жылдық тарихы бар ауыл тұрғындары, біз бүгін алтын әріппен жазылған тарихи күннің қуанышты қонағы болып отырмыз. Осы жерде еліп ескеріп, алыстан келді деп, еліміз бір болғанмен жеріміз бөлек болса да бір туыс қазақ еліміз осы тойдың құрметті қонағы болып отырғанға өте қуаныштымыз. Осы жерде ауыл тарихынан біраз жақсы мағлұматтар берді. Қорғалжын елі тек қана қазақ жер емес, сонау ЮНЕСКО-ге енген, шетелге, дүние жүзіне аты мәлім, тек қана көл емес, осы ауылда шыққан Дударай әнінде айтқым келеді. Қазақта айтады, алтын алма алғыс ал дейді. Алтын жер қадірі болса, алғыс ел сыйы. Ел сыйы болып отырған осы жерде сыйға, құрметке ие отырған ауыл азаматтарына өте үлкен рахмет айтқым келеді. Мынау елді ұйымдастырып,
осындай дүбірлі дода жасап, мемлекетімізде жақсы игісті бастаманы қолдап жатқан жандар осы жерде бар екеніне көзіміз куә болып жатыр. Осы елдің ерлері жасасын. Өзім танитын, өзім білетін, осы елге үлкен сүбелі үлес қосып жатқан, Алланың үйін салып, алдындағы барлық парызын мойнынан алып тастаған осы жерде бұрынғы КАС фирмасын айтқым келеді. Қанат бар, Айтан бар, Сәкен бар, мынау жүргізіп жатқан біздің жолдасым Қайыржан бар, Азамат бар, Дөкенді алда берген деген жігіттер осы ауылдың өсу өркендеуіне үлкен қомақты іс атқарып жатқандарына рахмет айтамыз. Жақсылық тек қана адамнан емес, Алладан қайтады. Сондықтан осы азаматтардың алға істері баса берсін, той-тойға ұласа берсін. Осы 80 жылдық той, 100 жылдық той болғанда осы құраммен, осы топпен, осындай көңілде, осындай Алланың берген табиғатында атап өтуге Алла бізге ғұмыр берсін. Тойларыңыз тойға ұласын, құтты болсын. Басқарған ағаларымыз отыр. Серік Әлімұлы мен Арғын Шайхұлы отыр. Сіздерді неке ел жұрт бәрі жиналған сияқты, ендеше бүгінгі сахна түріне сіздерді шақырғымыз келеді. Құрметті Серік Әлімұлы және Арғын Шайхұлы. Өркендеу жерімізді көп жылдардан бері басқарған ағаларымыз, қаттырақ кішкене. Бол шапалақ. Құрметті ағайындар, мен осы 80 жылдың 50 жылды осы жақтамын. Сондықтан 80 жылдың тойы маған ерекше. Мен өзімше таңғалып отырмын. Амангелді ұйымшылық алақта сол ұйымшылдығын әлі күнге дейін сақтаған. Еше таңғалып отырмын. Осыншама елде бәрі үлкен бір ұйымдар болмаса да, осыншама ұйымшылдықпен осындай той өткізіп жатқандарыңа. Бұл өте ерлік, бұл жігіттердің барлығы, бұл халықтың ұйымшылдығы. Екінші айтатыным, заман өзгерді, ел өзгерді. Кейбір жерлер қиыншылық тұрды, халықтар кетіп қалды. Мен жуырда Кален совхозын басқарған Насыр Сұлтан деген жігітпен бір жерде кездестім. Екеуміз додан Календе 20 жыл істеген. Содан келіп бірге отырып сұрағанда мен айттым, сен Каленге барамысың? Жоқ, барғанда орнында таппайсың, деді. Осы жігіт тәжім, ал мен мынандай емес, орын таппағанның орнына еліме мынандай тойға келіп отырым. Бұл көп жерде ме, төке бізде ғана болатын нәрсе. Әрине, тарих, бұл жердің тарихы менің тарихым, менің өмір баяным осында. Мен осында жұмысты басқардым. Оқу бітірген жұмысты осында бірінші істедім. Содан кейін осында үйлендім. Осында балаларым болды. Осында әке шешемді, ағайындарымды қойдым. Сондықтан мұның ерекшілігі маған, бұл совхоздың өте маған, бұл жердің қасиеті, бұл жердің жерінің байлығы, оның бәрін ұмытуға ешкімнің правасы жоқ. Мен бұл совхоз басқарған уақытта Атқорым совхоз болатын. Жері азғантай, шабындығы жоқ, егіні жоқ. Содан кейін мұнда қалай өркейту керек, қалай көбейту керекті күн-түн ойладым. Бірақ бас кезде қолымнан келмеді. Бірақ оған көмектескен мына өркендеудің байлығы, оның құсы, оның балығы көмек жасады. Өйткені үлкен адамдар осында келді, демалды. Соның бірі бірінші секретар обкомның Крушина Николай Епимович. О кезде гостиница жоқ, бәрі біздің үйде тұрады. Содан сол кісіге келген сайын айта бердім. Қалай үлкейтеміз? Жер жоқ, шабындық жоқ, егін жоқ. Содан кейін осыған көмек жасап бірдеме ел қылыңыз. Сонымен о кісі келісіп, бір күн мені облыс полкомға шақырады. Абылайхан Қасымовқа председатель облыс полкомы. Содан кейін маған шақырып алды, сен давай осында предложение жаса, қалай үлкейтеміз. Сон мен дайындалып келген, мен айттым,
разведканы бересіз. Себебі жері көп, шабындығы көп, мал ұстауға керемет. Екінші жері, егін салатын жері коммунаның жұмайды бересіз. Бәрі. Үшінші, қорғалдың совхозынан ана жаңа базды бересің. Анау жерлерді алан десе, Егіндікөл, Абай совхоз, басқа район, олар қарсы шығады бастықтары. Коммуна қарсы шығады, жерде шабындық жоқ, шөп жоқ, бермейміз. Қорғалдың совхоз сонымен 6 ай айғайласумен жүрдік. Ақырда сол жердің бәрін алдық. Жақсы болса екен деп еңбек сіңірдік. Ол сіздердің арқаларыңызда жаман болған жоқпыз. Ауданымызда совхоздардың алды болдық. Сіздердің орталарыңызда өте мықты азаматтар болды. Әсіресе осы совхозда мен бір ғана айтатын сөзім, бір күні көп сөйлемейін. Бір күні совхозға мына ауданның басшысы, сельхозтехник бастығы Абай бар еді. Мен начальник управление бір жылда жұмыс істедім. Сол кісі айтады, Абай айтады, ағатай, мен 90 комбайн алып ем, 45-ін өткіздім, 45-ін не істеймін деп менен ақыл сұрады. Сосын мен тұрдым да айттым, сол 45 комбайнды мен алайын. Мен дейді, сізге сенем бе сенеміз? Қазір жігіттер жіберем, 45 комбайнды аламыз деп, бір күнде 45 комбайн алып келдік. Сонда сен бұқалдырсың ғой есепте, бір комбайн қанша болады деп. Сонда келесі жыл келіп көкең айтады, секе сіздің көріктеріңіз бар сияқты дейді. Бір комбайн қазір 1 миллион дейді. Ал енді мен айтқаны айтайды отырғаным оның бәрі жай ортада болған әңгіме. Аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, кішкентайлар үлкен жігіт болсын, үлкендеріміз аман болсын, елде тыныштық болсын, аспан ашық болсын, заман жақсы болсын. Әнмен шашу шашайын деп отырып, кезекті әнге бергіміз келеді. Бүгінгі біздің тойымызға әнмен шашу үшін дарын жастар мемлекеттік сыйлығының иегері, сүйікті әншілеріңіз Досымжан Танатаров келіп отыр. Мерекелеріңіз құтты болсын. Елдің ауызбіршілігі бұзылмасын. Кет, көңілдірек, хей! Осы ауылдың азаматтар секілді шамылар ұстаңыздар. Кет, 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 хей! Айт дегенде өлеңді аңғармай мені көлден ұшқан аққудай. Мамырлайының туралай әркімдір сізге құларай. Қайткенде көңілім отынарай. Қарақат көз құралай, оқырсың жайды сұрамай. Мәнісін айтшы қалған бұлғамай. Қайда жүрсем жақсының қасымдамын, іздегенде жаманғай. Табылмаймын құралай, әркімдір сізге құлмарай. Қайткенде көңілім отынарай. Айналайын қарағым,
рахмет. Елдеріңіздің, ауылдарыңыздың 80 жылдық мерекесі құтты болсын. Лайым атына лайықты өркендеген ел болуды, өркендеген ауыл болуды бәрімізге нәсіп етсін. Ауылдан келсек те, ауылдың түтінін, топырағын ұмытпай жүрген, осыны ұйымдастырып жатқан асыл азаматтарыңыз бен қыздарыңызға үлкен алғысымызды айтқымыз келеді. Өстіп көркейеді ауыл деген. Ауыл деген әрбір азаматтың темір қазығы ғой. Сол темір қазықтан күдерін үзбеген азамат еш уақытта жаман болмайды. Ендеше ақсақалдарымыздың, апаларымыздың үмітін ақтайтын ұл менен қыз өсіруді бәрімізге нәсіп етсін. Мен енді бұны ұйымдастырған бірнеше адам екенін білем, десек те өзіме тікелей шыққан осындағы Айтан, Қанат, Сәкеңде азаматтарға үлкен алғысымды айтам. Өздеріңізбен жүздестірген, соның ортасында елші болған осы ауылымыз бүгін азын-аулақ той жасап атқанда соның ортасында бол, келіп дәм татып бір-екі ауыз әніңді айт дегеннен кейін арнайы келіп жатырмын. Сондықтан өздеріңізбен жүздесіп жатқаныма, жақсы мерекенің тұсында қауышып жатқанымызға қуаныштымыз. Аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, ауылымыз, еліміз өркендей берсін, өркендей болсын. Кәні көңілдірек болайық. Арттағы жігіттер, қыздар, кәні. Естілмейді, ауылдың жігіттерінің бәрі тісі жоқ па деп ойлап қоям. Ауылда талай сықырушек. Кәне, кет, көңілдірек боламыз. Кәне, көңілдірек. Ақ көйлекті қыз көрдім саябақтан, шағында жұпар гүл күлім қаққан. Еріксіз бара жатыр баурап мені, гүл жүруге келетін ауыл жақтан. Ақ көйлекті қарындас, қара көзді қарнығаш, ғашық едім өзіңе, бұраң белді талдырмаш. Ақ көйлекті қарындас, қара көзді қарнығаш, ғашық едім өзіңе, бұраң белді талдырмаш. Хоп, хөр, хоу. Әні билеп жат, дұрыс, өте көңілдірек. Қандай көшімді қылды мені саған, кездесуге асыған күнде саған. Уысына аяқ дидарлы назлы күнде, сыйға тартып келесің күнде маған. Ақ көйлекті қарындас, қара көзді қарнығаш, ғашық едім өзіңе, бұраң белді талдырмаш. Ақ көйлекті қарындас, қара көзді қарнығаш, ғашық едім өзіңе, бұраң белді талдырмаш. Көңілдірек боламыз, ей! Ақ көйлекті қарындас, қара көзді қарнығаш, ғашық едім өзіңе, бұраң белді талдырмаш. Ақ көйлекті қарындас, қара көзді қарнығаш, ғашық едім өзіңе, бұраң белді талдырмаш. Ақ көйлекті қарындас, қара көзді қарнығаш, ғашық едім өзіңе, бұраң белді талдырмаш. Ақ көйлекті қарындас, қара көзді қарнығаш, ғашық едім өзіңе, бұраң белді талдырмаш. Ай, менің жеңешілерім тығылып болса да артында билеп жатыр. Апалары мен аталарының алдына шығып кетпейін деп жатқаны ғой. Бірақ осы ауылдың кішкене қыздары мен балаларына билеуге рұқсат қой. Какыра шаң болмайды, кілем бар екен, соның үшін әдемі билейді. Мерекелеріңіз тағы да құтты болсын, сіздердің көңілдеріңіз үшін тағы да сәулешім деген өлең. Осы ауылдың нағыз әдемі ұлдары мен қыздарын арнаймыз. Кәні кеттік. Ей! Айқынымды күліп жанады, менің сәулем ал менің
Toylarınız kutlu olsun köke. Aman bolun. Yerleriniz sağ olsun. Görgen yerleriniz sağ olsun. Hop hop. Vay böyle gideriniz kaldı. Gel döndür. Şekerinde şımında beri Kılıvattan sulutan edi Tabılmaydı yedi gaydada Tabılmaydım sulutan edi Tabılmaydı yedi gaydada Tabılmaydım sulutan edi Aynalayın aksa ölem ümit oldu jaksa ölem Aklım bok ölümnün samgaşı gönüm Bir günü varaydım kelem edip karayım Bakıda bol ömürde almadım beni Aynalayın aksa ölem ümit oldu jaksa ölem Aklım bok ölümnün samgaşı gönüm Bir günü varaydım kelem edip karayım Bakıda bol ömürde almadım beni Bakıda bol ömürde almadım beni Hey, hey, kara, dönüyor, hoppa! Ay, kızca sanki. Oy, rahmet. Toylarınız sağda kutlu olsun. Men әші жай билейік деп айта салған ғой, бұлар шынымен кірісіп кетті ғой. Биікте берсін, өнердің ең биік шыңына жетіңіз дегіміз келеді, Досымжан. Құрметті қонақтар, әлі де билейміз. Кешкісін ауылым алтын бесігім атты гала концерттің куәгері боласыздар. Ауылымыздың 80 жылдығына арналған от шашудың куәгері боласыздар. Қызық әлі алда. Ендеше бүгінгі тойға ағылып келіп жатқан қонақтарда есеп жоқ. Жана сәл күтіп едік бірге береміз деп. Біздің де өркендеу, ауылымыздың өркендеуіне үлес қосқан, кейінгі кезде ауылымызды басқарған, директор болған ағамыз Қайрат Ханұлы Иси мырза келіп отыр. Ендеше құрметті Қайрат Ханұлы, сөз кезегі өзіңізде. Доғол, шапалақ, құрметті жерлестер. Құрметті ауылдастар. Саламатсыздар ба? Осы ауылдың, өркендеу ауылдың азамат пен азаматшалары. Тойды естігеннен бері осы Амангелді ауылында, өркендеу ауылында той болайын деп атқаннан бері қуанып жатырмыз. Алла тағала оны көргенде бар, көрмегенде бар дейді ғой. Сонда да мына жерде осы елдің үлкен ақсақалдары отыр. Аналар отыр, апаларымыз отыр, іні қарындастарымыз отыр. Мен барлықтерді неде семьяның атынан басым деймін. Өмір болғаннан кейін дағдырдың заманымен осы елде көп болсын, аз болсын, біраз қызмет істеп, орталығында жүріп, дастархандарыңыздан дәм татып, қай бақта болса да бірге сәлеміміз, амандығымыз жұмыс болған ауылдың біреуі. Менің ең жас кездерім осы жерде өтті. Сондықтан да сіздердің қайсыңыз болсаңыз да маған ыстықсыздар. Өмір болғаннан кейін бізді осы енді дағды заманымен ауылдан кетіп бара жатқанда да қимасақ та қимағандай болдық. Бірақ та енді заман солай болды. Уақыт сондай болды. Сондықтан бәріміз де жаңадай біріміз анда, біріміз мұнда тарап кетіп қалдық. Мен қуанатын себебім осы ауылды міне бүгін 80 жылдығын жасап атқан мынау ауыл азаматтарына басымды игім келеді. Бұлардың істеп атқан еңбектері, ерліктері міне еліміз алтын бесігіміз деген сияқты міне сол азаматтарға айтам, міне қанат бар. Мен басымды ием осы ауылдың жігіттеріне де, азаматтарына да, азаматшаларына да. Жасау себептері міне осы елдің, осы топырақтан, осы жерден дәм іштік, осы жерде туып өстік, осы жерде өстік, өндік, осы жерде білім алдық деген сияқты. Сондықтан да сол азаматтар осыны жасап жатыр. Сондықтан да барлықтеріңе мен ішін жүрегінен алғыс айтам. Дендеріңіз сау болсын, бастарыңыз аман болсын. Алла тағала осы Амангелдінің өркендеп,
осы елге тойға келуге жазсын. Рахмет сіздерге бәріне. Сыйлығымен келіп отыр, сыйлықты да бәйгеде берем өзім деп отыр. Көп рахмет Қайратхан сізге. Жалғасқан ағарманын мұрат қылық, төгіліп күн сәулесі бұлақ күліп. Қандай ауылым алтын бесік басталған осы жерден арман ердім деп, ақын жыр еткендей ауылдың рухын көтеріп, келбетін жандандырып, ел тұрмысын жақсартуға аянбай тер төгіп, өркендеу ауылының керегесін керіп, уығын шаншысып, адал еңбегімен елдің алғысына бөленген ардагерлеріміз, ауыл ақсақалдарына, ағаларымызға сөз кезегін береміз. Ендеше сахна төріне Рахымбергенов, Қозбағар ағамызды, Оспанов, Сағатбек және Байтілесов, Қабиден ағаларымыз шақырамыз. Бұл 80 жылдық той өткізу өте қиын болды. Бірақ рахмет. Жаңаға айтқан елдің тума жігіттердің арқасында міне өткізіп жатырмыз. Мен азғана бір тарихи нелерді айтып кетейін сіздерге. Тарихтың өзі табу қиын болды. Бармаған жеріміз бастауымыз жоқ. Ертең кешегі халық қозғастыру уақытта ұйымдастырған уақытта бәріне ешқандай документ жоқ. Бірақ сол документ жоқ болғанмен үйде жатқан әке шешеміздің еңбек книжкасымен жаңа паспортында содан қазылған, солардан алдық. Міне бұл 1934 жылы ашаршылықтан кейін Кіндікті колхозын басқарған қараңғы болса да Жақайдың Ахметжаны. Оны сіздер білесіздер. Міне содан ол ұйымдастыруда оңай болмас. Ол уақытта социалистік қоғамды жаңа ұйымдастырып жатқан, оның бәрін ұйымдастыру қиын шаруа. Бір үйден анау, бір үйден мынау сықылды жинап, ел бірігіп, міне жаңаға айтқан Құттымбек Дәулеттің балалары бас бірігіп, одан кейін колхоз ұйымдастырды. Колхозды басқарған аз ғана жыл болса да жаңағы Жақайдың Ахметжаны, одан кейін басқарған жігіт елдер Бейсенбай, Шайриманның, Жақып, Рахымжан, Балмұхаммед, Тілкен, Жармақ, Алшын, Орынбасар. Мен енді осы кісілердің кейінгі кездерде жаңағы совхозға басқаруға еңбек істеген адамдар. Соның ішінде колхозды басқарған адамны ерекше басқарған, халыққа көмек істеп, халықты ұйымдастыра білген, және шаруанесін жағдайларын көтере білген марқұм болып кетті Темешбеков Алшын деген әкеміз. Ол Алшынның қалай жұмыс істеген мен әкемнің трудовойын жазып жатыр. Ал одан кейін совхозға мынау Атқоры совхоз болды, одан кейін совхоз болғанда ерекше халықты көркейткеннің бірі Әлиев Серік. Міне рахмет аға. Ұлтыңызға сізде болсын. Ал осы елді ішінде отырып, аз ғана ұлты басқа болғанмен, бүкіл жастарды механизатор қып, бір күн тәрбиелеген Владимир Иванович шықты. Мен Ильичный соғысының басына ем. Еңбегіне рахмет. Ал құрметті, бұл тойды, осыны бас көтеруші, Нұрғалиев Оразғали, Мәжитов Қанат, Кенжебеков Алтай, мені осы жігіттердің еңбектері. Әсіресе Оразғали, осы бүкіл документ кезу, бүкіл жұмысқа жүріп, әкімнің басында барып еңбек істеген. Ал сондағы мақсатымыз біздің бұл, той 80 жылғы өту мақсатымыз. Бұл өткен тарихте әкелеріміз, шешемізді көрген қиындықтарын кейінгі балалар білсін. Өмір деген қиындық жерін олар білсін. Ұрпақтарымыз не істеп жүрген, әкелері қандай болған, шешелері қандай болған, сол үшін осы ұйымдастырдық. Ал келгендеріңізге рахмет. Сіздердің жастарыңыз, еңдеріңіз өмір жасыңыз ұзақ болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Елді сыйлап, халықты сыйлап келген адамдарға рахмет айтамын. Құрметті бүгін тойға қатысып отырғандар. Той бұл Амангелдінің тойы. Бұл Қорғалжын елінің тойы. Бұл өнегелі тарихи той. Сондықтан бүгін Қорғалжын ауданынан 88-ге келіп қалған Досмағамбетов Ақан осында отыр. Тағы да басқа үлкен кісілер отыр. Менің айтайын дегенім жаңа Оразғалидың баяндамасында өте тамаша айтқан. Өте тамаша келтірген. Сол кісілердің еңбегі өте тамаша жазылған.
Ал енді аман келді өркендеу. Бұл байлықтың қақпасы. Бұл мына Торғазын заповеднигінің көркін, байлығын қорғап отырған ел. Бізде тексергенде мынау Сұлтанбек, біздің академигіміз, мақтаныш. Мына жердегі Жуалы деген елде сонда туыпты. Қабыкен Ахметов, бұл екеуі. Оның енді аудан жағындағы Өселең деген колхоз бапты. Өселең деген колхозды ешкім әлі естіген жоқ, мен де естіген жоқпын. 90-ның жолында тұрсам да. Мұны айтайын дегенім, сондай көп 200, Қазақстанда 200 ұру болса, сол 200 ұрудың тайпалардың әрқайсында өзіне ерекше бір тарихы бар. Бұл өркендеудің тарихы, бүгінгі той, бұл өнегелі. Мына отырған жастарға, кейінгі жастарға бұл өнеге беретін той. Сондықтан тойларың той қыласын, қорғазындықтар. Өркендей берсін. Жаңаға айтылған сөздің бәріне мен қосыла келіп, біздің жасымызға келіңдер. Біз сияқты соңыра біз кеткенде, сендер де осындай тойға келіңдер. Тойға шақырмаса үлкендер жетім. Тойға келмесе ел жетім болмас. Үлкендер әрқашан